Армысыздар, мен Тоғжан Калаев, және бүгінгі видеода сұрақ жауап болады. Ask Life. Және әрбір қазақ блогері өз каналында сұрақ жауап сүру керек. Және мен де бұл ережені бұзғым келмейді. Ондайше кеттік. Так, видеома кіреміз. Дико дома жазыпты. Үйінде неше бала бар дейді. Менің үйімде 3 бала бар. Ол менің ағам Айдос. Мен және бауырым Жандос. Дико дома. Егер сен бұл видеоны көріп отырсаң, сәлем. Айтпақшы, мен сәлемде жолдап отырамын сіздерге. Келесі комментарийді fast room Анел деп жазыпты. Бірінші, қай қалада тұрасың? Мен Аягөз қаласында тұрамын. Аягөз ауданы, Шығыс Қазақстан облысы. Екінші, жасың нешеде дейді. Менің жасым 11-де, осы жылы 12-ге толамын. Үшінші, руың кім? Руым тобықты, тобықтың ішінде жігітек. 4, маған сәлем жолдашы. Фаструм Анел, сәлем. Келесі Алия Сагиева жазыпты. Бірінші, нешінші сынып оқушысың? Мен 6-шы сынып оқушысымын. 2, хоббиің қандай? Менің хоббиім сурет салу және видео түсіру. 3, видео түсіруге кім көмектеседі? Мен өзім түсіремін, кейде ағам көмектеседі. Маған сәлем жолдашы. Алия Сагиева, сәлем. Келесі комментарийді Көркем Тұрсынова жазыпты. Жан досың кім дейді? Менің жан досым Назерке деген қыз. Ол үй жақта тұрады. Сол видеонда маған сәлем жолдашы. Көркем Тұрсынова, сәлем. Так, келесі комментарийді Жанаргүл Кеңісбек жазыпты. Привет, Жанаргүлге сәлем жолдашы дейді. Жанаргүл, сәлем. Лизун жасаймын деген видео түсірші. Жарайды түсірейін, бірақ мен сен демеспін, ол менде шыға ма, шықпай ма. Келесі, қай мектепте оқисың? Мен гимназия мектебінде оқимын. Келесі Балжан Сатуова жазыпты. Балжан Сатуова, сәлем. Мұнда жасың нешеде, нешесін оқисың, қай қалада тұрасың дейді. Бұл сұрақтар қойып кеткен. Келесі комментарийді Пико Тұрсынғали жазыпты. Сәлем. Неге жай сөйлейсің дейді. Мен өмірде қалай сөйлесем, солай видеода сөйлеймін. 3, отбасында неше адам? Оларды ата дейді. Біздің отбасыда 6 адам. Олар менің анам, әкем, ағам, бауырым, мен және атам. Келесі комментарийді Акося Шоу жазыпты. Бұл Аружан ғой. Аружан, сәлем. Сұрақ дейді, бос кезіңде немен айналысасың? Мен телефонда YouTube көремін, немесе видео түсіремін әрине, және DIY-лар жасаймын. Бірақ олар менде быт-шыт шығады, және олар. Міне достар, міне бұл барлық сұрақтар болған болатын. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Сіздер және мен туралы көп білдіңіздер деп ойлаймын. Егер видео ұнаса, лайк басамыз, каналға жазыламыз. Ондайша мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар!